Sultanның тойында шапал ағырмаған ағаяқтарым кәнеге қошымет. Ау ағайын, бір кәдең ау жарайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. айналайын ақ келін, ағайынға бақ келін, құтты болсын қадамын, құт береке ақ келін. Шалқыды бүгін той қылған, Шанабайдай атам бар, жанында жүрген жайқалып. Гүлданадай апан бар, бір басы екеу болып жатқан, Сұлтан атты ұлы бар, тойларын тойға ұласын, жиналып келген жандар. Сұлтан атты ұлыңмен халқыңның ассын дәулеті, Гүлнұр деген келінмен үйіңнің кірсін сәулеті. Жақсы келін келіпті, оң аяқпен еніпті, тойларын тойға ұласын. Ақажаныптар әулеті де бір қошемет. Ақажаныптар әулеті де бір қошемет бұдырып қоя кәніге, тойқызы басы. Ауылымызға сыйладам, кім білмейді атаңды, атамыз қайда? Жері береке демейді, ешкім қартайды. Өзін сүзіп қарадым, болды мынау мәз отан, әсіресе тәнриза, өз қамқорын қайнатам. Осы ауылдың ағасы, ауылдай қанасы, үй болды деп құлыным, қайран ауыл қараша. Елдің даңқын асырған, қайнатам бір асыл жан, аярым жоқ ұлдан деп, осы тойға шашылған. Қошемет, қошемет, Шанабай қайнатаңызға Жанабай қайнатасына бір сәлем. Келін жанның алтындай қайнатасына, Жанабай қайнатасына, жас келінге Ай, бәрекет, енес қайнеге. Жанабай ағамыз шашу шашымадыр, ақша шашымадыр кәніге. Қайда? Берген ақыл кенесі, нұрландырар санаңды. Сен жұмысқа кеткенде бағып қалар балаңды. Әрқашанда жанашыр, әр бірісі өнеге. Келін жаман болмасаң, тартып тұрсаң еліңе. Тірлікке көзі тоймаған, баланың қамын ойлаған. Келінді болды балам деп, ақ пейілмен жаралған. Орамалы желбіріп, қошанары мөлдіріп, шашуын алып жүгірген, күткен келін келділеп. Кәні келін сәлемет, сәлеміңді әдемет. Осыңнандай енеге, иіліп келін сәлемет. Ай бәрекелді, келін жанның Гүлданадай енеңізге иіліп бір сәлеметі қош келсін. Ай бәрекелді. Кәдіге Жанабай ағамды келді меге шақырып. Келін жанның алтындай ат апасы, Шанабай атасы мен Гүлдан апасы кәдіге. Гүлдан апасына кәдіге, ортаға атасы мен енесін бір билеті кәдіге, бір қошемет. Қайда, қошемет қайда? Атаңыздың апасына билет қой. Кезінде қыздар сындырған мұнда, мұна беймен кәдеге, бір қошемет қоя кәдеге. Қайда? Достарға еліп бір сәлемете қойшы. 3 күн болды осында дейді. Қосаған мен сырластар, күйеуінің достары, осында отырған достары, құрдастары келін жан, сіздің де құрбы құрдастарыңыз. Жеңіске арнайы бір сәлемете қойшы. Жеңіс бар ма кәнеге? Жеңіске арнайлап бір сәлем, бейін көрейік кәнеге жеңіс. Асланға тағы бір сәлем кәнеге. Аслан бар ма? Асланға арнайлап бір сәлем кәнеге. Сұлтанның достары, кәнеге. Досжанға бір сәлем кәнеге. Досжанға бір сәлем кәнеге. Тұрсынханға, Магометтей досыңа арнайы сәлемете қойды. Ойбай кәнеге. Ай бәрекет, алайымыз келін жан. Осында отырған группалас достарыңыз. Ақтөбеден келген Ерқанат бауырымызға арнайы сәлемете қойшы. Ай бәрекет. Кәнеге, Ақтөбеден келген Ерқанатқа арнайы бір сәлем кәнеге. Ерқанат, 40 мың теңге салды міне, Ақтөбеден келген тағы 60 мың теңге салды, бізге салмайсыз ба? Ерқанат, бізге салмайсыз ба? Қошемет кәнеге, қошеметіміз қайда? Ай кәнеге, Ерқанат бергел ай. Ойбай, бергел бауырым. Ерлігінге мынау. Тағы да бір сәлем езіп қояды кәнеге. Айда, қошемет кәнеге.
Келінжан, мына Ерғанат бауырымыз тау суындай тасқындаған, көңілі еш нәрседен басылмаған. Қадірлі ел ағасы, елге сыйлы, адам ғой тура жолдан жаңылмаған деп, Ерғанаттай досыңа иіліп тағы бір сәлем ете қойшы. Сұлтанның досына кәнігі, Ерғанатқа музыка қайда кәнігі. Ай, бәрекеті. Ал енді осында отырған Аманқостай досымызға иіліп тағы үш рет сәлем. Аманқос, Қазалдан келген Аманқосқа арнайлап бір сәлем кәнігі. Не ғой Аманқос, анау Қазалдан келген мынау жігітші. Жоқ, қалтасын сақ қоймайсың ба? Бұнда Қазалдың ағам ғой негізі. Қазалда бұлай болады, құрметті ағайын. Мынау бет ашқан адамға ақшаны береді, көріп тұрген. Сіздер жақта солай емес па, я? Ал бір қошеметіп қояқ досына, арнайлап бір Қазалдан келген кәнігі. Үш рет бір сәлем. Мың километрге жол жүріп келген кәнігі, арнайлап. Ал және де осында отырған группаласы Асылбекке де тағы бір сәлем ете қойшы. Асылбекке арнайы бір сәлемге. Асылбек өзіңді Бақтияр жұбаймен дейді. Бақтияр жұбаймен. Бар ма екен? Бақтияр. Асылбек. Жігіттің арыстарымыз. Қошемет кәнігі. Қаяр мен Гүлзинаға тағы бір сәлем. Күләш, Базаркүл, Мұхтай, Жармедік, Мұхтар, дұрыс па осыларда ма? Сұлтан келсін кәнігі. Амыр қошемет ұрып қоя кәнігі достарына. Келінің бетін ашып алайық ағайдар. Келінің бетін кім ашады, сол адам әрдайымда бір келінге бір ыстық болып көрініп жүреді дейді. Бар ма негізі? Жалпы достарына, міне жерде барын айттық негізі, общий достарына, құрдастарға еліп бір сәлем ете қойшы. Өшірден жалпы құрдастарға. Аты аталмаған, өзімде досты келетін достар шыңдар кәнігі, бірден. Қошемет, хайда, сұлтанның достары, хайда, сұлтанның достарына арнайлап бір сәлем. Жолдас, құрдас өмірде дейді. Айналайды кәнігі, таспен емес, таспен қалады кәнігі. Сұлтанның достарына арнайлап бір сәлем. Ал ағайлар енді бетін ашып алайық. Келінің бетін ашуға ортаға Гүлнұр, Гүлдана да енесін ортаға шақырсақ кәнігі. Ыстық болып көрініп жүрсін бір-біріне. Гүлдана енесі ортаға келсе, ағайлар өшерде бір қошемет болса, мен ерна сапасы, келінге барсаңыз келінге. Келін бетін ашып. Бұрын шешіп атыр бір қошемет ұрып қояқ кәнігі. Ең қызық сәт кәнігі. Ақ келіндің, жас келіндің бетін ашады. Қошемет ағайын. Ай, бәрекет, апа, мынау бақытты болсын, екі жас бақытты болсын. Мынау енді мынау нені табыстаңыз өзіңіз, иә? Атадан балаға мирас болып келе жатқан оқтай. Арзуға рұқсат жоқ кәнігі. Келіңізге жақсылап бір тапсырыңыз кәнігі. Келінше құрал сайманыңыз енді, иә? Қамырды қағаздағы билейді. Сұлтанмен ұрысып қалғанда керек болады, Құдай сақтасын бірақ. Мынау ай көңілде ажарың көл болды дейді. Шалқып бір тасқан сел болдың Келінжан. Сұлтанжанмен үйленіп бір рулы ел болған Келінжан. Уайымдама Келінжан, бүгіннен бастап кухня деген офистің директоры сен болдың ғой. Қызметің құтты болсын Келінжан. Кәнігі. Орамал ұсталған. Мына жігітке мына орамалды ұсынайын. Ертең бет ашарға керек ағайын кәнігі. Атыңыз? Нұралға бір қошемет кәнігі. Нұрекеңе қошемет ұрып қоя кәнігі. Каз билейміз бауырып қояды. Ал, олай болса, сұлтанды қошеметпен шақырайық кәнігі. Ортаға сұлтанға бір қошемет. Келдің бетін Ай, бәрекелді. Ал екет қосайық. Қосқасы тұрайық. Анау, сіздерге рабысына рахмет, аға. Мына екі жасты қосайық бір-біріне. Сұлтанжан бауырым ана келінің қолынан ұста. Қолынан сұқсаш. Үй, ұста қолынан. Тоғырды ма? Ұрды дейді кәнігі. Қалай жалпы үйленген нормальны ма екен? Нормально. Осылай, нормально болады, Сұлтан. Басында нормально болады. Потом привыкаешь. Потом, как всегда, болып қалады. Зато 20 жылдан кейін екеуі бір-бірінсіз өмір сүремей қалады екен. Лайым осы екі жасқа жас деп бір қошемет ұрып қояйықшы ағайындар тойда отырмаған. Ай бәрекелді. Сұлтан балам, бүгіннен бастап алыс жақынды білген күнің, артта қалды, бойдақ болып жүрген күнің. Шын жүректен мынау Серік ағам екеуміз құттықтаймыз. Құтты болсын кашаққа кірген күнің. Ай бәрекелді. Құтты болсын Сұлтанжан. Ал енді осында үлкен ақсақал аталардан бата сұрайық.